Әсем бейне баяндардан кейін құрметті көрермен, біз сіздермен қайта қауыштық. Өздеріңіз білесіздер, сағат тілі 12:00-ден кейін біздің студиямызға қонақтар легі келіп тоқтады. Соның бірі Қостанай облыстық тарихи өлкетану музейі экскурсия жетекшісі Таңшолпан Зияденқызы. Қош келдіңіз. Ал бүгінгі бізге қандай тың ақпарат ұсынасыз? Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбым осы Қазақстандағы ең алғашқы антропология негізі антрополог ғалым және антропология мектебі негізін қалаушы Оразақ Смағұлов атамыз жайлы айтамыз. Оразақ атамыз осы Қостанай облысы Меңдіқара ауданында 1 қазанда дүниеге келген болатын. Алғашқы ол кісі өмірге келу жылы ашаршылыққа 1930 жылы дүниеге келгеннен кейін өмірі ашаршылық және соғыс жылдарында, зұлмат жылдарында келді. Сондықтан ол кісі өзі 3 жасында анасынан айырылғаннан кейін қиын өмірде кешті. Соған қарамастан осы антропология ғылымының негізін қалап, осы ғылым жолында 60 жылдан астам еңбек етіп келеді. Және бұл кісінің негізгі жұмыстардың бірі, алғашқы ғылым жұмысы осы өзінің туған жері Меңдіқарадағы Ыбырай Алтынсарин атындағы педагогикалық училищеден бастап алды білім алып. Одан кейінгі білімі осы Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетін тамамдады. Кейін осы тарих факультетін бітіргеннен кейін өзіне жаңағы адамдардың қанға сүйектерін, олардың даму тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу қызық болғаннан кейін арғартайғы қызметін осы антропология ғылымымен байланыстырады. Осы этногездерді зерттеу үшін осы Алматы қаласындағы медицина университеттің кешкі бөлімінде анатомия және анатомия бойынша, адам физиологиясы бойынша білім алады. Кейін арғартай осы білім жалғастыру үшін үлкен Мәскеуге аттанады. Осы Мәскеудегі ғылыми институттарда білім тағылымдамадан, музейлерден тағылымдамадан өтіп, 1984 жылы осы антропология негізіндегі алғашқы тарих ғылымдарының дәрежесіндегі докторлық диссертациясын қорғап шығады. Және осы ол кісінің ең айтулы деген жұмыстардың бірі осы адамның қанқа сүйектерін зерттеу, тіс бөлігі, стоматология бөліктері осы ең үлкен жаңалықтардың бірі болады ол кісі үшін. Және ерекшелігі адамның келбетін кезең-кезеңмен зерттеуі және осы біздегі қазіргі мүсін жасау өнері деп айтамыз ғой, осы мүсіндерді жасаған кезде адамға ұқсас болу үшін арнайы осы Оразақ атамыздың ұсынысымен зерттеу жүргізіп арқылы осы мүсіндерді тұрғызылған болатын. Ертедегі себебі ол кезде қазіргі Әмір Темір қанқа сүйектерін қалай түріп әлпеті қалай келетінін ешкім білмейді ғой. Арнайы антропологиялық осы зерттеулер жүргізіп арқылы осы ғылымды негізге алды. Және осы кісінің бастамасымен көптеген танымал тұлғалардың бейіт әлпеті мүсін түріне қайта жандандырып, қазіргі уақытта көрмелерде жұмыс жасап жатыр деп айтуға болады. Сонымен қатар біздің осы музей қорында Оразақ атамызға қатысты өзінің азғантай болса да біз үшін құнды жәдігер болып саналатын кішкене бөлігі сақталған. Олар бізде осы өзінің тарих ғылымдарының доктор атанған құжатының көшірмесі, сонымен қатар осы түрлі ғылыми жұмыстарда атқарып жатқан фотосуреттерін айтуға болады. Және біздегі ең жеткені осы отбасылық суреттерін айтуға болады. Және осы антропология ғылымын өзінің қызы Айнагүл Исмағұлова да арғартай әке жолын қуып осы антропология саласында бірқатар қызметтер атқаруда деп айтуға болады. Тамаша. Жалпы осы біздің әрбір өңіріміз болсын, қай өңір болсын, жаңа құнды осындай бір тіпті іскер тұлғаларға толы ғой. Ал біздің осы ағамыздың жасаған еңбектері күні бүгінге дейін тарихтың қалыптасу жолында өзінің айтулы рөл атқарып отыр ғой. Бұл рөл көріп отыр. Себебі ол кісі Қазақстанда жаңағы антропология ғылым негізін қалады. Тұңғыш антропологты айтуға болады. Және осы негізді ғылымды арғартай жалғастыру мақсатында осы антропология ғылыми зерттеу институтын ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізу бағытында осы институт ашады. Осы Шоқан Уәлиханов атындағы этнология және археология институтының базасында. Кейін Алматы қаласындағы
қазір бізде орталық кітапхана музейде айтамыз. Сол музейде арғартай тоже бұл алғашқы этногенді зерттеу болса, кейін физиологиялық зерттеу антропологиялық институтын ашады. Қазіргі уақытта осы Астана қаласындағы ұлттық музейдің базасында осы жалпы антропологиялық ғылыми зерттеу институт зертханасын ашқан болатын. Қазір уақытта ол жасы 94-ке келсе де әлі күнге дейін тың еңбектеніп жұмыс істеп жатыр деп айтуға болады. Және осы бізге жеткен ол кісінің 300-ден астам ғылыми жұмыстары, кітаптары осы қазір уақытта осы біздің Қазақстанның, тек қана Қазақстанның емес, әлемнің түкпір-түкпірінде жүзеге асырып жатыр деп айтуға болады. Тамаша. Тарихты сөйлеткен біздің қазақ осынау бір ұлы тұлғалар туған мекендер, яғни тұңғыштар шыққан мекен Қостанай өңірі. Ал біздің осындай бір тың ақпараттар мен көзқарасты көрерменді ақпараттандырған Қостанай облыстық тарихи өлкетану музейінің экскурсия жетекшісі Таңшолпан Зияденқызы. Ал біз әрмен қарай өзіміздің бағдарламаны жалғастырамыз. Арналынан алыстамаңыздар.